сол екі телефонмен шығара бола бере ма? Үшіншісін өзің неғып жатсың ба? Баса берейік па? Баса береміз ғой? Сәлем достар, сіздермен журналист Меруерт Айтенова және Меруерт Айтенованың YouTube каналындағы қымбат сұхбатына мінекей біздің екі өмір көрген аналарымыз, әпкелеріміз келіп отыр. Біз бүгін қандай тақырыпты талқылаймыз? Өте қызықты заманауи әйелдердің жан дүниесі. Неге олар шырылдап жүр? Бүгін көрді ме жақсылықты, кеше көрді ме қорлықты аналарымыз? Үш толқынның өкілі осы тақырыпты әдемі толқында тарқататын болады. Сонымен таныстырып өтейін, Майра Садуақасова ханымды жақсы білесіздер. Әлеуметтік желіде бұл кісі бір кісідей жұлдыз, танымалы психолог, нумеролог, Орта Азия бойынша психологтар қоғамының мүшесі және соның марапатына ие болған, ұлттың ұстазы болған және алтын құрсақты біздің анамыз. Бұл кісіні біз енді үлкен аға буын өкілі ретінде шақырып отырмыз. Сіздің қос ғасырды көрген тарихыңыз бар, естеліктеріңіз көп, айтарыңыз да мол. Және сонау Астанадан елордамыздың жүрегінен келген Сүгірәлиева Ұлбосын әпкеміз, Ұлбосын ханым, жеке кәсіпкер, үлкен кәсіптерді бағындырып жүрген белгілі ханымымыз, соңғы уақыттары өзін психолог, коуч ретінде әлеуметтік желіде өте қарқынды таныстырып жаттар. Сонымен Майра ханым, өзіңізден бастайық. Қазіргі біздің сіңілдеріміз, біздің қыздарымыздың өзі де отбасылы болды ғой. Сіздің немерелеріңіз де отбасы болып жатыр. Олар айтады, біздің бақыт сіздердің бақытқа қарағанда басқашалау дейді. Сіздер көп күткен бақытты біз бір күнде осы еншілесек дейді. Қалай қарайсыз? Сіздер қорлықта жүрдіңіздер. Сіздер бақытты көре алмадыңыздар. Бақытты көре алмағандықтан да бізді күндейсіздер деп қайрап қояды. Енді қазір мен 50 жыл бойы жұмыс істеп жүргендіктен осы психология саласында қазір жаңа психолог, коучтер қазір оқып ортамызға қосылып жатыр. Осы психолог коучтердің шет елден әкеліп үстімізге кигізіп жатқандай жаңа китайский киім, жаңа японский киім деген сияқты үстімізге жапқанмен ішкі дүниеміз біздің қазақ қой. Осыны ұмытып кетеміз. Сондықтан біз бақытсыз болдық деп айта алмаймыз. Өйткені біздің ата енеміздің алдына тамағын әкеп бергенде олардың тәтті екен деп жеп рахмет айтуына біз рахаттанып бақытты болатын едік. Күйеуіміз қуанып тағы да екінші порция тамақ бер дегенде біз қуанатын едік. Яғни олардың әрбір айтқан алғысы, олардың әрбір біздің ісімізге рахмет айтуын біз бақыт санадық. Міне, ең бақытты сәт сол-ақ. Ал енді қазіргілер ондай емес. Қазір еш нәрсе істемей-ақ, ата-енеге қызмет істемей-ақ, күйеуге қызмет істемей-ақ бақыттымын дейді. Мысалы, Ұлбосын ханымның көп подкастында айтып жүретіні қазіргі коучтердің сөзі, міне, қазіргі жаңа немене өзін зерттеу. Не деп айтатын едіңіз? Ішкі дүниені зерттеу, даму. Жоқ, өзіңді өзің жақсы көру. Енді осы жөнінде айтыңызшы. Мен білмеймін, сонда Ұлбосын әпкені біз былай сұрайық. Ұлбосын әпке, сіз осы техниканы қайдан меңгердіңіз, кімде, қандай ұлттан? Мүмкін бұл кісі Америкаға барып оқып келген шығар. Мүмкін Испания, Францияға барып оқып келген шығар. Қайдан білеміз? Қай психологияны айтып жатқан? Бірақ қазақтан оқыған жоқсыз. Біздің осы Қазақстанда ашылған сообщество бар. Изобильная женщина деген. Изобильная женщина. Сол жерде біз таңғы 6-дан бастап 8-ге дейін ол сабағы болады күнде, 5 күн, аптасына 5 күн. Өте күшті, керемет, өзіңді өзің изучать ету дейді ғой, өзіңді өзің дамыту, әйел адам өзін өзі дамытқанда, өзін өзі зерттегенде, ол жан-жағын әйел адам өзін жақсы көріп бастағанда, жан-жағы да барлығы жайлы болады. Күйеу де дамиды бірге, балдар да бақытты болады деп ойлаймын да. Себебі уақытында бұрын 90-шы жылдары біз деген мужской энергияға кетіп қалдық қой, ер адамдардың энергиясына кетіп қалдық, жұмыссыздық болды елде, барлығымыз саудаға шығып кеттік, ақша табу, келіннің рөлін ешқандай атқарған жоқпыз, ана болып балдарымызға қарай алмадық,
барлығы сол жүгіріп ақша табу, нан табу, балдарды аяққа тұрғызу, сол мақсатта жүріп кеттік. Қазір енді бәрі артқа қайтып жатыр, әрқайсысы өзінің әйелдік рөліне, әйелдік рөліне қайту керек болып тұр да қазір. Ер адамдар өздерінің өз орнында отыру керек болып тұр. Сол жағынан біз қазір өзін жақсы көру. Когда адам өзін жақсы көрген кезде, ол бүкіл әлем өзгереді да. Ол әйел адам өзін жақсы көріп, өз орнын білген кезде жоқ, өте дұрыс айтып отырсыз. Психолог коучтардың тілінде өте әдемі айтасыздар, көркем айтасыз, бірақ өмірде ақиқат мүлдем бөлек. Енді қараңыз, 90-шы жылдары еркек болып кеттіңіздер, күйеудің өлгені бар, өлмей қалғаны бар, қуылғаны бар, жұтып қойғаныңыз бар, жұтпағаныңыз бар, әртүрлі деңгейде біздің аналарымыз жалғызбасты болып қалды еркек позициясында. Бірақ олар әйел ғой. Олардың алды енді 70-ке келген шығар, бірақ арты 50-де, 60-та. Оларға да еркек керек қой. Қазір қайтадан әйелдік нәзіктікке өтіпті. Ендігі тағдырлар не болып жатыр? Ендігі тағдырлар болғанда қалай ол? Мәселен 60-ға келді, 60-ға келді, бала шаға өсіп кетті, барлық жағдай жақсы. Жоқ, қазір нешеде? 57. Мен 70-те әлде де болса маған қасыма адам керек. Кешке жақын ыстық шай ішіп, жылы әңгіме айтатын қасыма ер азамат керек. Мысалы мен осыны айтсам, басқа біреулер мына кемпір не қылып отыр, алжып отырмай ма дейді. Ондай емес. Немере өзінде күні-түн сабақта, бала өзінің жұмысында, келін өзінің жұмысында. Сонда мен жалғыз өзім не істеймін, бір жерге шетелге барайын десем де әңгімелесетін адам жоқ. Сондықтан маған қасыма действительно ер азамат керек. Өзім сияқты жасы бар, бірге әңгімелесетін, шай ішетін, тамақ ішетін, ұсқалатын арасында ер азамат керек. Сіз жассыз ғой. 70-тен асқан апамызға сен жассың ғой. Серік болатын, шай ішетін. Енді сіз өзіңіз шал керек болса сізге ше. Енді өзің түсініпсің сен. Ал өзің түсінгесін, сен барлық адам түсініп білесің. Мынау Құран кітапта да жазылған ғой. Адамды адам түсініп білген, сосын адамға сәлем беріп білген, адамға мысалы күніне бір рет біреуге қолынан келгенше садақа берген, оның барлығы сауапты істер да. Сен өзіңді өзің түсініп білген кезде бәрі әлем түсінесің. Любой еркекті де түсінесің, любой балаңды да, келіннің де қылықтарын түсінесің, қыздың да қылықтарын түсінесің. Айналада көршіңді де түсінесің. Бұрын деген біз түсінбейтін едік олардың бәрін. Түсініп не істеп жатсыз енді? Соны айтшы, түсініп не істеп жатсыз? Түсініп не істеп жатсыз? Сол 90-шы жыл тоқырауға түскен, Майрапке. Тоқырауға түскен аналарымыз қазір түсініпті. Не істеп жатыр, не өзгеріп жатыр? Не өзгеріп? Мысалы, менде өзімде бизнес бар ғой, супермаркетте. Бұрын қалай болды? Біз айқайлап ұрсып келетін едік те, барлық адамды, мысалы біздің админдар бар, завскладтар бар, біреуді жамандады ма, грузчикті жамандады ма, даже продавец жамандады ма, ой, ол адам жаман дейтін едік та, ер адам сияқты болып, ар жағын анализ жасамайтын едік та, давай жұмыстан шығар, біреу жамандады ма, болды жұмыс. Қазір уже анализ жасайтын болды. Ол адам неге жаман? Ол 3 жылдан бері жаман болса, неғып бізде жұмыс жасап жатыр? Неге біз оған зарплат төледік? Неге 3 жылдан бері жақсы болып келген адам бір күнде жаман болып қалды? Жоқ, босатпаймыз, тағы көреміз. Ол бір күн полк толтырмады ма? Тағы да мүмкіндік беруге тырысасыз. Сол жұмыстағы адам, мен көбіне жұмыста болғасын, жұмыстағы адамдар түсінуге, основном олармен көбірек не жатырмын. Соны түсінуге тырысамын. Бұрынғыдай біреудің айтқанымен барып қырып жойып не қылмаймын. Мен өткенде барғанда, Жаңаөзенге барғанда, админдар бәрі мені ұрсат қырап жояды деп күтіп отырған ғой, бәр жерді тазалап. Сөйтсе, мен келдім бәріне, молодец, қандай жақсысыңдар, қандай, сенің шашың жақсы, сенің көзің жақсы. Өзгеріп кеткен ұлбасын ханым. Сенің сөзің жақсы деп барлығына алғыс айтуға стараться. Алғыс айту бұл да ең керек, ең сауапты жұмыстардың бірі да. Сонда алғыс айтып барлығына неғанда, мен көрмеген грузчиктар, мен көрмеген жұмысшылар бар ғой, олар айтқан ғой, мынау ма ұрсат деген адамдарың? Бұдан жақсы адам жоқ қой, сендерден жақсы ғой деген ғой админдарға. Сонда мен барлық адам түсінуге тырысып жатырмын да қазір. Өте тамаша, ду қол шапалақ. Былайда Ұлбосын ханым, сіз енді бұл жұмыс бабында айтып жатырсыз. Жұмыс бабында өте жайлы, майлы, шайлы әдем болып кеттіңіз. Тамаша. Жұмысшыларыңыздың бәрі бақыттан бастары айналып жатыр деген сенімдемін. Ал енді дәл сіз секілді 180 градусқа өзгерген әйел аяқ астынан бір махаббат тауып, еркек табатын болса, қандай күйге түседі деген менде бір сұрақ бар.
ол әйел меніңше жұмысында бала шағасында бәрін ұмытып кетіп тек қана сен және мен деп өмір сүріп жаңағы махаббатқа малынып осы ғарыштап ұшып кетеді ау деген бір қорқыныш та бар да. Бәрі қалып қалады ау артта деп, дос жаран, туған туыс, бауыр дегендер. Оны енді сіздің айтып отқан себебіңіз осы біздің оқырмандарымыз бар, араласып жүрген адамдарымыз бар, Меруерт ханым. Байқап мысал көп. Мысал көп. Тіптен күнделікті міне бауыр басып отырған келіншектерді көріп отырмыз. Мысалы айналып келгенде Ұлбосын ханым, сіздің де бойыңызда бар. Қалай ер адам қасына пайда болса, болды. Жаңағы бүкіл бала шағаны, бүкіл нәрсені ұмытып кетеді. Сол еркектің бетіне қарап, бүкіл мақсатын, арманын араласып жүрген адамына дейін ұмытып кететін әйелдер бар. Ол мысалы сенің басыңда да бар. Сен элементарный. Енді бір нәрсені айтайын. Психологтың өзіне психолог керек деп неге айтатынын білесіз ба? Менмін деген профессорлар бар, университетте істеген, пәлен жыл жұмыс істеген, бірақ семьясында күйеуімен, баласымен тіл таба алмайды. Сондықтан бір нәрсені айтқым келеді. Ішкі дүниеңізде нұр болса, онда ол адаммен емес, Құдаймен ғана сөйлесесіз да, Құдай арқылы сөйлескен кезде ішіңіздегі нұрыңызбен ғана сіз сөйлесіп берген кезде ішкі нұрыңызды, сол кезде ғана жақсы боласыз. Ал енді жаттанды сөзді сіздің соңғы айларда қатысып коучке оқып коуч болып жүргендегі жаттанды әдемі сөзіңізді мен соны істейінші, мен осыны айтайыншы деген нәрсе дұрыс емес. Не надо, жүректен шығу керек кез келген нәрсе. Өзіңді жақсы көріп бастаған кезде, адам өзін жақсы көріп бастаған кезде, ол адамдарға бергісі келеді, сол жақсы сөзін айтқысы келеді. Қаншама оқырман адам маған рахмет айтып жатыр қазір. Қаншама мен даже міне таксиге отырсам, таксист баланы көрдім да, мынандай солидный да, уже қараймын да, саған осы орын ұнай ма деймін да. Мен бәр адамға жақсы сөз айтқым келеді. Жақсы сөзден жаның жадырайды, жақсы сөз, мысалы парикмахер қызым келеді да маған, сіздің шашыңызды істей бергім келеді дейді да. Неге десем, сіздің әңгімелеріңіз күшті дейді да. Біздің салонға келіп тұрыңызшы. Бұрын қандай еді, бұрын? Адам өзіне өзің жақсы көрмегенде, сен жұрттың бәріне причет айтасың. Таксистке де айқайлайсың, парикмахерге де айқайлайсың. Бір нәрсе кем болып тұрады. Когда өзің жақсы көріп бастаған кезде, сен бүкіл адамдардың жақсы жағын көресің. Маған осы уақытқа дейін ешкім шашың қалың деп айтпаған. Когда өзіңді жақсы көріп бастасаң, бүкіл парикмахерлерді шашыңыз қалың, кірпігіңіз әдемі. Когда сен өзіңді жақсы, бүкіл әлем сенің жақсылығыңды көреді екен. Сен де адамдардың жақсылығын көрсетесің. Енді осыдан мен сізге айтайын ба? Осыдан мысалы қазір Ұлбосын ханым бүкіл жастық шағын, бұл жерде біз әйел бақыты деген енді көп нәрсе ғой, көп нәрсені түсіндіреді. Ол күйеуің дұрыс болу керек, семьяң дұрыс болу керек, бала дұрыс болу керек деген сияқты. Осы сөздердің бәрін айтып келгенде қазір мен Ұлбосынның жастық шағын еске алсын деп ойлаймын. Сіз де күйеуде болдыңыз ғой? Бұйырса болдыңыз ғой, күйеуде болдыңыз ғой. Әмин дейік. Демек Ұлбосын әпкеміз әлі жас 60-қа келген жоқ, кім біледі. Бірақ мен қорқып отырмын. Махаббаттан бас айналып бізді ұмытып кетпесе екен. Ұмыта ма? Оны практикадан көріп отырмыз ғой. Тәжірибеден. Онда ойланамыз. Сондықтан қараңыз, мен бұл кісі ғана емес, кез келген әйел ретінде айтып отырмын да, бұл кісі де күйеуде болды мысалы, ең бірінші күйеуге шықты, ұрыс керіс болды, дұрыс тірлік істемеді, жылады, шешесіне барып айттыңыз ғой. Сонда шешеңіз не істеді? Ол заман солай болды ғой. Сен шыққан қыз шиден шығар болды. Тем более біздің үйде Құдайға шүкір 10 қыз, 10 бауырымда бар, Аллаға шүкір. Бәрі күйеуге тиген кезде біздің үйдің барлығын айтты, семья болғасын басында обязательно ұрыс керіс болады ғой. Сонда қай апам қайтып келіп күйеуіме ұрыстым деп не қылса да, сіңлім не қылса да, папам да мамам да апарып тастайды дейді, сол қайтарып апарып тастайды. И мен де солай қайтарып апарып. Сіз неше рет қайтардыңыз? Неше рет? Бір-ақ рет қайтып келдіңіз ба? Енді семья болғасын оны мен санап отырмаймын. Енді қара, сен сол қайтып енді қазір ол кезде біз өзімізді жақсы көріп білмедік. Өзіңде махаббат жоқ кезде сен оны ешкімге бере алмайсың, даже жақсы көрген байыңа да. Жоқ, себебін айтыңызшы. Қандай себеппен сіз қайтадан өкпелеп үйіңізге келдіңіз, балаңыз көтеріп алып? Қандай себеп болды, айтыңызшы. Мысалы, қалай болады? Біз жұмыс үйде, мен мысалы 10 қыз болғасын, 10 қыздың біреуі еркектің жұмысын жасайды үйде. Біздің үйге КамАЗ, сексеуіл, КамАЗ, көмір, КамАЗ жем келеді, оны мен түсіремін. Бөліп тастаған үйдің қыздарын да, біреу жапқа судамен, тамақпен, біреу кірмен, біреу сіз ер азаматтың жұмысы. Енді күйеуге шықтыңыз? Күйеуге шықтым, иә. Сосын?
күйеуге шыққаннан кейін ол жұмысты сразу жасап кете алмайсың ғой. Сен ер адам болғасын, даланы ойлап тұрасың, ер адам сияқты характерің болғасын. Сен базарға шығып тамақ жасай алмайсың. жасауды ойлайсың, тамақ пісіре алмайсың. Конечно. Үйдің тамағын істей алмағансың. Бірақ ризамын бар ғой. Мына сообществоға кіргелі бері мен қайнеме 1000 рет, қайнатама 1000 рет, күйеуіме 1000000 рет алғыс айтамын да. Себебі мен де келінге шыдаған, мен никогда үйдің тамағын пісірмеген, шынымды айтайын да. Бірақ сен бұрын кімді кінәлайтын едің, бәріне түсінбеді. Мені түсінбеді деп. Ол претензия болады деп. Мені оларға түсінбеді. Олар мені бағаламады. Бәріне претензия. Бағаламады олар. На самом деле келгенде қазір сіз мына обществода бірге оқып жүріп, қазір өзіңді өзің бағаламағансың. Сонда олар да сені бағаламайды деген сөз ғой. Бұрынғы өзіңді өзің бағаламасаң ешкім сені. Соны енді көтеру керек. Ал енді бағалау деген не? Мақтау керек. Өзіңді өзің мақтау керек. Өзіңді өзің бағалау керек дейді. Мысалы мен ойлаймын да, мысалы біздің қазақта мынандай әдет бар, жақында біз танитын бірге общий танысымыз бар. Сол кісі айтып жатыр да, ой, мен құдам, прокурор, құдағайым бірдеңе, мысалы, көршісін мақтап жатыр, анасы мақтап, ал өзін-өзі мақтап білмейді. Адам бірінші очередь өзін-өзі мақтап білу керек екен да. Өзін-өзі мақтап. Енді мақтанатындай ешқандай ерлік жоқ шығар. Жоқ, каждый әйел әдемі. Каждый әйел еңбеккеш біздің қазақтың әйелдерін шетел жақсы көреді. Неге? Біз бәр нәрсе көнбіспіз, көп требовать етпейміз еркек адамнан да. Сол үшін басқа шетелдік жаңағы барлық кеше Таиландқа барғанда да айтып жатыр ғой, қыздар барлығы қазақтың әйелдерін жақсы көреді екен. Қытайлықтар да қазақтың әйелдерін жақсы көреді екен. Неге? Себебі олардың әйелдері сияқты требовательный емес біздің қазақтар. Біздің қазақтың әйелдері еркек істесе істеді, істемесе тұрып өздері істеп кете береді еркектің жұмысын. Онда неге әлем бойынша Қазақстанда ажырасу 2-ші орынға жетіп тұр? Сол ғой, сол. Неге біздің әйелдеріміз көміс болса? Әйел мужской энергияға кеткеннен кейін, ол еркек уже слабый болып қала береді ғой. Одан кейін артында екеуі пара болмай қалады ғой. Или анандай екеуі партнер болып қалады. Еркек та күшті, әйел де күшті болғанда екеуі уже әйел мен еркек емес, олар екеуі партнер сияқты, дос сияқты жүріп қалады да. И бір-біріне. Сонда сіздің айтқыңыз келетіні басқа ұлтқа барған кезде олар әйел позициясына түседі деп отырсыз ғой. Жоқ, әдет қой. Қазақтың әдетімен кетіп қалады, істеп кетеді өздері. Қазақтың әйелдерін бәрі жақсы көреді деп айтып жатыр. Просто мен жақында естіген. Жақсы көреді дегеніңіз не? Статистика қазір жоғарылап бара жатыр ғой. Өзге ұлттарға күйеуге шығу. Қазақтың қыздары. Біріншіден кішкентай кезінен тарихты оқып жүрген, білімді ғой олар бізге қарағанда. Қазақтарды білім аздау. Олар білімді болғандықтан тарихтың бәрін біледі, қазақтың қанының таза екенін біледі, ұрпағы үшін. Сосын қазақтың әйелдерінің жаңа ер азаматпен бірдей тірлік істей алатынын біледі. Сондықтан қазақтың қызына алғысы келеді. Бірінші. Екіншіден, ана бір кішкентай подкастта бар, ана біреуді екі баласы бар әйелді ауылдың бір-екі жігіт қолдарына таяқ алып келіп, сен не қылып ана жаңағы негрге ма бірдемеге тиіп атсың деп. Сол кезде ана әйел шығады да, екі баламмен қайсысын аласыңдар мені дейді ғой. Сендер алмайсыңдар ғой мен. Алмай. Сосын барып тиіп атырмын дейді. Бізде әмеңгерлік деген құрып қалды. Біздің қазақтың өзінің ұлттық жаңағы әдет ғұрыптары кетіп қалып жатыр. Сондықтан қыздар амал жоқ шетелге кетіп жатыр. Bir жағы, екінші жағы біздің жігіттер жаңағы мына кісі айтпайынша әйелдер өзі барлық тірлікті мойнына алғаннан кейін ер азаматтар жаңағы слабый болып жатыр енді. Жаңағы ответственность жоқ, жауапкершілікті алмай жатыр қазір. Бала алдында кетеді. Ол мен қазір мына балабақшада жұмыс істеп жатырмын ғой. 7 жасында да бала ол 15 жасында да бала, 35 жасында да бала ғой. Қалып қалады дейсіз. Қалып қалады, баланың қалпында қалады. Жаңа біреу айтса істейді, біреу айтпаса істемейді. Күтіп отырады. Өзі жыбырлап тірлік істеу демейді. Әбден жаңағы не дейді ғой, приказ бергенге үйреп қалған, істе дегенге тұрып істейді. Істемейді емес біздің ер азаматтарымыз жақсы. Бірақ жаңағы не келу керек та? Приказ келу керек. Бұйрық келу керек, мынандай істеу керек те. Ол отказ жоқ. Оны мен жақсы білемін. Ер азаматтарды біз жақсы істейді. Қолынан келгенше істейді. Қиындық демейді. Кірісіп кетеді еркектер. Бірақ ана біздің мектептегі тәрбие, жанұядағы алған тәрбие әйелдердің мойнына алып кеткені бар. Осының кесірінен ер адамдар күтіп отырады. Қашан біреу мынаны істе деп айтады деп.
Ал әйелдер амал жоқ, өздері кірісіп кетіп жатыр. Бірақ енді бір нәрсе айтқым келеді. Сіз осы қанша оқып жатсаңыз да, қанша нәрсе айтып жатсаңыз да, қанша сұлу әңгіме айтып жатсаңыз да, жалғыз сіз емес, мына желілерде де бар сұлу әңгіме айтатын, адамгершілікті айтатын, әйелдің тірлігін айтатын, бәрі бар да, сұлу әңгіме айтатын. Бірақ ісі басқа. Сіз өзіңіз әдемі әңгіме айтып отырсыз ғой, соған қайшы келетін іс істеп жүрсіз ба? Білмеймін, мен өзім бәрін істеп жатқан ісім дұрыс деп, өзім дұрыс емес жерлерін дұрыстап жүргенім ба. Аллаға шүкір, бұрын көйлек кимейтін едік, шалбар киіп, шалбар. Қазір көйлек киіп баратырмын. Мәселе ондай емес, әр жерде адаммен сөйлесу, өзіңді ұстау, жауап беру, болмай жатқан нәрсеге асықпай күту деген сияқты нәрселер бар ғой. Түсіністікпен қарау деген нәрселер бар. Өзіңіз айтып отырсыз, сұлу әңгіме айтып отырсыз, барын күтем деп отырсыз, жақсы тірлік айтам деп отырсыз, мақтайым деп отырсың. Бірақ енді бәрібір сіздің әлі де болса жүрегіңіз, ішкі дүниеңіздің бәрі әлі мен тазарды деп айта алмаймын. Керек қой, конечно, әрине уақыт керек оның. Енді бір нәрсе. Бірінші классқа енді барып жатырмыз. Әлі неше жыл оқуымыз керек. Енді қараңыз. Сіз анау шетелден оқып келген бүкіл теорияны жаттап алған кісілерден гөрі үлкен кісілерді. Сіз Мәшһүр Жүсіпті оқыңыз, Абайды оқыңыз, сол кезде барып жүрегіңіз нұрланады. Ал енді мына коучтарды оқығаныңмен сіздің жүрегіңіз нұрланады деп айтпаймын. Жаттанды әңгімені анау имамды айтып отыр. Жоқ, жүрек неден нұрланады? Жүрек, жаңағы айттым ғой, бір-бірімізді түсініп білгенде, әрбір адамды, мысалы, әрбір адамға күліп қарағанның өзі бір не да, ол мысалы лифтқа кіріп қалсаң, көршіңмен күлімдеп сәлем салудың өзі Алланың сәлемі ғой, дұрыс айтасыз. А егер шетелге бардың ба, good morning бәріне күлесің да. Сонымен қазір өзім көршіммен де күліп амандасатын болдым. Өткенде тойға барсақ, бәрі тойға, міне осы подружкамның 50 жасы болды. Тойға отырған кезде бәрі қабақ қырық дейін болып отыр да. Тойға келдіңдер ма, айналайындар, күліп отырыңдар, жақсы тілектерді айтып отырыңдар. Сіздің атыңыз кім, Айгүл ханым, сіздің атыңыз кім, Мира ханым деп, барлығына жаңағы Сәбит мырза, сіз сөйлеңіз деп, барлығына күліп неғып. Мен аэропортқа асығып отыр едім, кетіп қалдым ғой. Соны жаңа айтады дейді, жаңа кісі бар кезде күшті болып отыр еді деп. Қанша адам жандар жадырап қалған. Бір-бірімен таныстырып кетті. Мейірім. Жоқ, ол өте жақсы, өте жақсы. Біз енді бірыңғай коучтардың, психологтардың жұмысын жоққа шығара алмаймыз ғой. Жақсы нәрсесі де бар, пайыздық деңгейде. Дегенмен де қазіргі жас келіндер, біздің сіңілдеріміз отбасын құрып алады да, мен өзімді бақытты етуім керек, мен бақытты болу үшін еркектің етегінен ұстадым, мен бұл үйге құл емеспін, мен неге қызмет жасауым керек. Мына кісі айтсын сол, өзін жақсы көру. Енді сіңілдерімізге не айтасыз? Немене ешкімнің алдында сен міндетті емессің. Міне коучтың айтады. Мен олай айтқаным жоқ. Жоқ, коучтардың айтады. Мен никогда бүйтіп айтпағанмын. Жоқ, сіз жаңа өз-өзіңді бақытты ет, өз-өзіңді сыйла, өз-өзіңді құрметте, өз-өзіңді жақсы көр дегенде жастар әлі даналық жоқ. Ол бізде даналық болған соң түйіндеп отырмыз. Оларда даналық жоқ. Фук, айтты. Елге танымалы, қайраткер әкеміз, бизнес леди, коуч, соны шетелден оқып келген, сол кісі айтып отыр дейді. Күйеуі бір нәрсе десе, жап аузыңда. Ана Сүгірәлиева Ұлбосын ханым айтып отыр. Мен тыңдаймын сол кісіні. Ол білгіш өмір көрген дейді. Көрдіңіз ба? Сіз үлгі болып кетесіз. Өзімді бағалап отырмын, сыйлап отырмын. Жоқ, ол бағалағанда ол мысалы бізге қалай үйретіп жатыр, мына оқыған кезде да, таңғы 6-дан тұрып алып, күйеуіңе рахмет айт, әке шешеңе рахмет айт, даже өліп кеткен болса да қайнене қайнатаңа рахмет айт, алғыс айту, Аллаға рахмет айт, ол соған үйретеді да. Жоқ, өзі орыс тілінде өте ма? Орыстарына көбісі қазақ тілінде. Мен сізге айтайын ба, соның бәрі сенің әке шешең айтып кеткен. Бірақ біз оны алғыс айтуды да білмейткенбіз. Мен мысалы көріп отырмын ғой. Әке шеше, біздің аналарымыздың алғысы жаным кешке жақын жатқан. Таңертең таңмен таласа тұрып сиыр сауып жатыр. Ыстық сүтті алып келіп, ата-енесіне шай беріп отыр. Соған күйеуі рахмет деп отыр ма жаным сол кезде? Әйелдерге рахмет айтып. Дұрыс қой, енді біздің көз алдымызды, біз енді дала заңымен өскен ауылдың қыздарымыз ғой. Біздің аналарымыз, апаларымыз қалай жеңгелеріміз өмір сүрді. Меруерт ханым, күйеуден де рахмет, ата-енеден де рахмет болмай ақ қойсын. Сіздің әрбір істеген ісіңізге Алла риза болу керек.
Алланың көзі оң болу. Позиция осында. Ал енді жаңағы қазіргі коучтердің өзіңді сыйла, сен ешкімнің алдында міндеттемессің, сен бақытты, сен күшті болуың керек, ойыңа келгенді міндеттемессің деп айтпайды олар. жоқ, бар ғой. Сіздер қалай өздеріңіз қалай енді түсінесіз? жоқ, жалғыз бір психологтың әңгімесін айтып тұрған жоқпыз ғой, бірнеше. Осының бәрін жинап алады да қазіргі жастар бұл үйінде. Неге өзімді сыйлауым керек дейді да, қолына түскен ақшаға тәуір киім. Олар солай ойлайды. Мына сыртқы жақта ойлай береді. Білесіз ба, балабақшада воспитательдердің бәріне, тәрбиешінің бәріне сұрақ қойған ғой. Баланы неге үйретіп жатырсың десе, біреу горшокқа үйретіп жатырмын, біреу жазуды үйретіп жатырмын, біреу сызуды үйретіп жатырмын. Көрдіңіз ба, ішкі дүниеге үңілмейді. Балаға мен махаббат беріп жатырмын, баламен бірге бала болып ойнап жатырмын деп айта алмайды ешқайсысы. Үйретіп жатырмын. Міне, Жалпы бар ғой, жалпы. Сіз енді біздің анамыз боласыз, анамыздың рөліндесіз, жас деңгейіңіз. Әпкеміз біздің өмір көрген аға буын әпкеміз. Мен де мына орта буынға келіп қалдым да. Енді өзімнің ширек уақыт отбасылық өмірімде таңертең ерте тұрып, мысалы, менің күйеуім намазхан, таңғы уақытта тұрады, соны таңғы намазға тұрғызғанның өзі сауапта, және оған шай беруім керек. Оған мен шай бермей, ішін жылытпай жұмысқа шыға алмайсыз. Жұмысқа шыға алмаймын. Тірлігінде жүрмейді. Және оған мен рахмет жаным, сенің күйеу болғаныңа, маған шыдағаныңа, қоғам қатыны болғаныма рахмет, сау бол деп кете алмаймын. Басыңа бір қояды. Оған ол таңмен таласа тұрған еркекке не істеуің керек? Жылы қабақпен шай беруің керек, кашасын беруің керек айналайын. Олар айтпай қойсын, ол Алла тағала көріп тұр ғой. Сенің ер азаматқа тірлік істеп жатқаныңды Алла тағала көріп тұр, сондықтан сенің жолың болады. Тірлік жасаумен бірге оның тамағы бәрі жылы болу керек, дайын болу керек. Көрдіңіз ба? Туған туысқаны келетін кезде қабағың ашулы болу керек. Барлық жақ, ана жұртқа да мына жұрт бәріне қызмет жасауың керек. Сол кезде ғана жылулық, сол кезде ғана күйеудің батасы келеді шырақтармен. Қазіргі жас сіңілдеріме соны айтқым келеді. Олардан сіз мені құрметтесін, мені осыны бағаласын деп күтпейсіз. Кімден күтесіз? Құдайдан. Өйткені олардың барлығы енді менің жақсылығымды, күйеуімді қалай сыйлаймын, қайын жұртымды қалай сыйлаймын білгенімен еді біздің қазақтарда не бар? Шапалақ ұрып рахмет айту жоқ. Ойбай, сен бір керемет келін екенсің, біздің әулетімізге келіп, осы әулеті жібердім деп айтпайды, ол өліп кетсең. Өліп қалғаннан кейін айтады шығар. Айтпай ақ та қойсын. Ал енді сіздің Алла білсе болды. Халықтың бәрінің алдында жүргеніңіз сол ер азаматыңызға қызметіңіздің арқасында. Осыны әйелдер түсінбейді. Ер азаматқа қызмет істе, ата-енеңе қызмет істе, содан кейін тірлігіңді істеп жолың. Міне, біз енді үлкен буын, орта буын, міне кіші буынның әпкесі ретінде осыны ғана біз түсіндіргіміз келіп жатыр. Жандарым, қыздар, келіншектер, сіздер ер азаматқа қызмет жасап, барған елге қызмет жасап, солардың батасын алып барып, өз-өзіңді жақсы көруді, өз-өзіңді бағалауды білесің. Саған әлбетте біздің менталитетіміз бойынша ешкім рахмет айтпайды, бірақ рахмет ана жақтан келеді. Біз соған жұмыс жасауымыз керек. Біз енді бүгін қысқада нұсқа өзіміздің сұхбатымызды сіздерге ой салсын деген деңгейде, ниетте жасадық. Алдағы уақытта қызықты болып жатса сұрақтарыңызды қойыңыздар. Біз үшеуміз осылай отырып сіздерге тағы да көп деген кеңестерімізді беретін боламыз. Бізбен қонақта болған елімізге белгілі психолог-нумеролог, Орта Азия бойынша белгілі парапсихолог біздің ханымымыз Сексенбаева Майра ханым, және халықаралық деңгейдегі біздің коучымыз болып келе жатқан, шетелдерде танылып келе жатқан белгілі психолог, коуч, жеке кәсіпкер болғанда да үлкен кәсіпкер. Біз қазақтың мықты майталман қызы Ұлбосын Сугралиева ханым. Біз сіздермен толық қоштаспаймыз. Келесі бағдарламамызда аман-есен жолыққанша сау сәлеметте болыңыздар. Сіздермен болған танымал журналист Меруерт Әйтенова және қымбат сұхбат подкасты.